Сәлем сіздермен бірге мен бүгін біз слив жасаймыз. Оған керекті заттар. Бізге керекті заттар мынандай белый бетон, сосын дверь, одан кейін кнопка, сөйтіп из дуба және де рамка. И бізге осындай орындық. Және ең бастысы бізге керегі ол дәл осындай. Және де командный блок керек. Сосын бізге достар, бізге командный блок керек. Міне болды, мінекей бізде командный блок тағылыздарды. Енді достар, бізге тез не жасау керек? Бізге дәл осы жерлерге істей берейік енді. Өздеріңіз қалағандарыңыздай қандай қылып істегілеріңіз келсе, сондай қылып істей беріңіздер. Мен өзім мен өзім осылай істейін деп шештім. Сіздер видеоны тоқтатып, командный блокты қалай жазу керектігін видеоны тоқтатып көріп, немесе жазып алсаңыздар болады. Осылай өздеріңіз қалағандарыңызда істесеңіздер болады. Мен бұны екі этажный қылам енді. Енді достар, осылай істеп аламызды. Істеп болғаннан кейін көрсетемін достар, қазірше тоқтатайын. Достар, тоқта, біз факелді ұмытып бара жатырмыз достар. Енді біз сырттан қояйық. Сырттан қоя салайық біз. Енді ішіне факел қоямыз. Көп этажды қылсаңыздар да болады, неде просто менің бұл талғамым да. Менің талғамым. Енді астына қоямыз, сонымен бізге факел керек болады. Астына факел қойып, енді біз бұл бірінші этажы, демек бірінші этаж деп жазып қоямыз. Бірінші этаж деп жаздық. Енді дәл осы жерге кнопка қоямыз. Бұл кнопканың артында бұған ішпелі командный блок бар. Артына командный блок қоямыз. Енді мына жерге де, дәл осы жерге емес, енді осы жерлерге командный блок қойып, турайына мындай қойып қоямыз кнопка. Достар, енді біз мынандай обязательно бізге мынандай керек болады. Осыны екінші этажға жатамыз. 2,65,50 минус 2, 65,50 минус 2, 65,50 минус 2, 65,50 минус 2, 65,50 жазамыз минус 2, 65. Сосын қандай еді достар, есімнен шығып кетті. 50 деп жазамыз. Командный блок. Так, достар, енді дұрыс 50 деп жаздық. Ал енді достар, оны екінші этажға, енді екінші этажды 69,50. Бұсында 69 екен. Дәл осы жерге 69 деп жазамыз. Так. Үстіп минус 2, сөйтіп 69, одан кейін 50 дейміз достар. Біз неке болды бұл. Енді бізге керегі, бізге мына жерге мынаны қоямыз. Сосын мынаны былай істейміз. Бұл төбеге көтеріледі деген мағынаны білдіреді. Енді бұл жерге, бұл да төбеге көтеріледі деген. Енді бұны қоймай қойсаңыздар да болады. Негізінде бұл жерге командный блок қоямыз артына. Осылай енді төбедегі санды жазамыз. Төбеде қанша еді? Төбедегі санды жазамыз. Достар, енді қараңыздар, біз мынандай белгілер қойдық. Енді біз екінші этажға шығады.
Мынаны жойып жиберейик. Экинчиде жашам. Вы переноситесь в точку минус 1,50, 69, 00, Biz ikinci 50, etap Мінекей 50. көрдіңіз бе? Мадина Мынау переносится в точку үшіншіге минус 1,50, 69, 00, Қараңыздар. 50, Үшінші 50. этап Енді мынаны біз басамыз. Переноситесь Бұл в точку минус астыға 1,50, кетеді. 65, Қараңыздар. 00, 50, 50. Үстіге, Мадина переносится в точку астыға, минус үстіге, 1,50, астыға, 65, үстіге, 00, астыға, 50, үстіге, 50. астыға. Вы Солай переноситесь в точку минус сау болыңыздар достар. 1,50,